Сәлеметсің бе, Әли? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы, тақырыбымыз әліпби. Әліпби немесе алфавит тілде оның құрылымдамасын жазу үшін пайдаланылатын белгілі бір тәртіп бойынша орналасқан таңбалар жиынтығы. Қазақ алфавитында 42 әріп бар. Олар рет-ретімен орналасқан. Мінекей суретте көріп отырғандағыдай. Сенің дәптеріндегі тапсырмаларға көшейік. Сөздерді оқып, әліпби ретімен көшіріп жаз. Мінекей сөздерді оқып көрейік. Болашақ, жалын, қуаныш, асыл, гауһар, әже, вагон, ғасыр, дәуір, ине, еңбек, келешек, мөлдір, от, нар, лақ, саз, өткел, піл. Ал енді әліпбидің ең бірінші әрпі қандай? Әрине А. Демек, мұнда Адан басталып тұрған сөз асыл. Асыл деп жазамыз. Үтір қойып, келесі әліпбидегі келесі әріп Ә. Әден басталып тұрған, әрпінен басталып тұрған сөз әже. Демек, әже деп жазамыз үтір арқылы. Келесі сол осылай жалғастырып, барлық сөздерді әліпби ретімен жазып шығамыз. Келесі тапсырма суретті боя. Мақта қыз бен мысық ертегісінің кейіпкерлерін әліпби ретімен жаз. Мысықты әдемілеп бояйсың және есімізге түсірейік, мақта қыз бен мысықтың ертегісіндегі кейіпкерлер кімдер олар? Қандай кейіпкерлер бар еді? Дүкенші, сиыр, ағаш, мақта қыз, тауық, тышқан кейіпкерлері бар екен. Осы кейіпкерлерді де әліпби ретімен орналастырып жаза ғой. Келесі тапсырма. Өзім білетін үй жануарларын әліпби ретімен жаз. Мен ат, бота деп бастадым. Сен арманғырдай жалғастырып жазып көр. Қандай үй жануарлары бар бізде? Жылқы, қой, содан кейін мысық, ит те үй жануарларына жатады. Мына суреттегі жеміс түрлерін әліпби ретімен жаз. Мысалы, ананас, Адан басталып тұр. Алма, содан кейін не көріп тұрмыз? Алмұрт, анар, құлпынай көріп тұрмыз, банан көріп тұрмыз. Осы жемістерді әліпби ретімен атап жаз. Мына суреттерді қолданып мақал құрастырып жаз. Бірінші суретте біз адамды көріп тұрмыз, ер адамды, қанат және ат. Қандай мақал құрастыруға болады? Әрине, ат, ер қанаты. Келесі арпа, бидай не екен? Ас екен. Алтын, күміс не екен? Тас екен. Жақсы, өте жақсы құрастырдық. Ал, Әли, осымен бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.